Қазіргі өзбек боксы не үшін қазір? Ойбай, біз алдамыз. Қазір өзбек боксы ойбай, біз күштіміз деп, кереметпіз деп жүр. Потому что олар боксыған кезде біздің қазақ боксшылар не үшін өзбек боксшыларына жеңіп қойып жатыр? Кім айтады маған? Жеңіп қойып жатқан себебі бір тәсілі бар. Біздің біраз боксшылар жүреді рингтеріне шығып алып, екінші номерде, болмаса рингтің ортасында тұрып алатын әдемі бір бәлдерін жасап, уклонды киім, айсып, сызылып, екінші номерде. Қазір үйді бокс жасатын бокс емес. Қазіргі бокс неғұрлым алға қарай жүру керек. Неғұрлым соққы аз жіберіп өзіңе, неғұрлым көп соққы қарсыласқа жіберу керексің. И неғұрлым оның 2 соққысына 6 соққы жіберу керексің. Оның 5 соққысы сен 15 соққы беру керексің. Сондай қазіргі бокс. Кім мінез көрсетеді, кім характер көрсетеді, кім жеңіске деген күш қуатын көбірек көрсетеді, сол жеңіске жеңеді. Кеш балам жаңағы, жинап қасынан барам, бір ешқайсың бар. Берген бар. Сендер шығып алып, бүйтіп тұра берсеңдер, ұстаған кезде бүйтіп тұрсаңдар, сен қалай жеңесің? Өзбек бокс шығатта не істейді? Ол шығатта сен ұстаған кезде итере, шағыл жібер, бүйтіп жібер, міне, характер көрсетеді ол. Сосын төрешілер отқан кезде, төрешілер кімге жеңісті береді? Когда сомнительный бой болған кезде. Мынау кәдімгі агрессивно жүр екен, мықты жүр екен. Мынау кәдімгі өзінің жақсы жағынан көрсетіп жатыр дейді. Сендер бүйтіп тұрасың, олар ұстаған кезде мына жақтан ұрады, мына жақтан ұрады, мына жақтан ұрады, мына жақтан ұрады. Былай кел деп тұрады. Содан кейін өзбек боксшылар жеңіп кетіп жатыр. Вот сондай болмау үшін балалар, келіп отыр. Сендер одан 5 есе артық болу керексіңдер. 5 есе сендер олардан мықты болу керексіңдер. 5 есе олардан жылдам, 5 есе олардан көбірек соққы тастау керексіңдер. 5 есе олардан агрессивный болу керексіңдер. Төбелескізе ма? Кел, төбелесеміз. Умно. Да-да-да, не қашыр. Морально тағдайда, физически, психологически оны жындырып тұсау керексіңдер. Бір бас жоғыр жеңу керексіңдер. Ана отырған төрешілерде күмән болмайтындай, төре жеңісті кімге береміз дегендей. Міне осындай бокспен сендер жеңесіңдер. Бокс ертеңгі болашақ сендерсіңдер. Сондықтан шыққан кезде бірінші номерде болды, жо. Аяқ қол сағат асай, дайынсың. Шығу керек та ұру керек. Түсінікті ма? Сонда ғана жеңіске жетесіңдер. Бүйтіп мыжғылап, қалай солай жүрсеңдер, 3-ақ раунд. Ересектер қанша минуттан болса? 3 минуттан 3-ақ раунд. 10 раунд емес, бүйтіп жүретіндей. Ойланып жүретіндей, мен екінші раундта істеймін. 3-ақ раунд, өтемде келеді. Сен жылдап дайындалған чемпионатын, жылдап дайындалған Азиян, мирің бар, Олимпиадаң бар. 3-ақ раундта 9 минутта сен тағдырын шешіп кетеді. Сен 9 минут тағдырыңды бүйтіп созылып майысып жүруге уақыт жоқ. Шықты ма, сыдыру керек. Сол кезде жеңесіңдер. Содан кейін ұтып қойып жатырмыз біз өзбектерге. Түсінікті ма? Сол айтамыз. Аллам айтып берсе, қазір айтамын деді. Бірінші бар. Мұқашты басыңыздар.